Адасқан әйел. Авторы Көшкінбай Елікбаев. Оқыған Назерке Еркінбекқызы. Өткен ғасырдың 90 жылдары ел нарықтық қатынасқа көшіп, ауыл шаруашылық құрылымдар таратылғанда, Танабайдың өзі де, әйелі де жұмыссыз үйде қол қосырып отырып қалды. Мұндай болады деп өңдері түгілі түстеріне де кірмеген. Біреуі ұжымшарда механизатор, екіншісі фирмада сауыншы болып жұмыс істейтін. Таңның шығуымен күннің батқанына дейін жұмыс істеп, түнде үйге сүріне қабына жетіп құлайтын. Бүгінде ойлап тұрса, ол да бір бақытты заман екен-ау. Жұмыс бар, қарын тоқ, уайым жоқ. Енді, міне, 3 баланы асырап бағудың өзі мұң боп қалды. Кешегі атпал азамат заманның алғашқы соққысынан есеңгіреп, бас көтере алмай жер шұқылап қалды. Мұндайда өмірге әйелдер өте икемді келеді екен. Тез ес жиып, күнкөріс қамына кірісті Жайсангүлі. Үйдіре отыра берсек, аштан қатармыз деп, тәуекелге бел буып, ала дорбасын арқалап, 2-3 ауылдың пысықай әйелдеріне қосылып, базарға шығып кетті. Алғашқыда бәрі жақсы еді. Әйелі азды-көпті тапқанын үйге әкеліп қарын тойынды. Отбасына шыр бітіп, есік алдына 4-5 тұяқта бітті. Бірер апта үйде болып, бала-шағаның кір-қоңын жуып, үйді әктеп-көктеп, тағы да саудаға шығып жүрді. Үйге бір келгенде Жайсаңгүлі, саудамыз мардымды жүрмей қалды. Барып келіп жүрген базаршылардың айтуынша, Атырау қаласында сауда жақсы жүреді дейді. Солармен бірге мен де кетем бе, қайдам, деп ойласқандай болып еді. Танабай не десін? Әйелінің қолына қарап қалған кезі. Бала-шағасына қараудан басқа қолынан ештеңе келмей тұр. Қайда жүрсең де аман бол деп, тілеуін тілегеннен басқа амалы жоқ. Сонымен Жайсаңгүл көп замай базарша әйелдерге ілесіп Атырауға барып сауда істеп жүрді. Бірде келгенде теміржол вокзалы жанынан жаңа базар ашылып жатыр. Мен де бір дөңгешек сатып алуға ниеттеніп жүрмін. Сонда әйелдер сөмкесін сатсам деген ойым бар деп еді. Бұлардың үймелі-сүймелі 3 ұл қызы бар. Үлкенінің қыз баласы 10 жаста, ортаншысы ұл бала 5 жаста, кенжесі де ұл бала 3 жаста. Әйелінің ауылдан кеткеніне 5-6 айдың жүзі болып қалды. Ешқандай хабар жоқ. Өткен-кеткеннен сұрастырып көріп еді, тұшымды хабар ала алмады. Анасы кешіккен сай балапандары, мамам қашан келеді, мамамды сағындық деп қыңқылдап мазасын кетірді. Жаз шыға Танабай, жұрт барып келіп жүрген жер ғой, іздеп бір хабарын білейін деп, балаларын бір жамағайынына дайындап, Атырау қаласына жүріп кетті. Алыс жолға шықпаған Танабай жол азабын әбден тартты. Атырау қаласына пойыз түнгі 11-лерде жетті. Танысы, бара жері болмаған Танабай вокзалда түнеп шықты. Ертеңіне такси жалдап, жаңа базарды тауып алды. Жол жөнекей, такси жүргізушісі егде кісі, мұның алыстан ат артылып келгенін, жұпыны киімін, әбіржіңкі түрін байқап, мұнда келген бұйымтайын сұрады. Ол да сырын жасырмады. Жаны ашыған жүргізуші, Қарашығанақтан мұнай атқылағалы бері Атырауда жұмыс орындары, құрылыс көптеп ашылып жатыр. Жан-жақтан тіпті шетелден жұмыс іздеушілер ағылуда. Қалада қаңғыбастар да, қылмыскерлер де көбейіп кетті. Абайлап жүр, тоналып қалма деп ақылын айтып, базар жанынан түсіріп кетті. Қаланың жаңа базары 2 қабаттан тұрады екен. Төбесі жабық, бірақ әлі толық бітпеген аңғарды. Бірінші қабатында көкөніс, азық-түлік өнімдер сатылса, екінші қабатында киім-кешек, тұрмыстық заттар сатылады екен. Байқауынша, бұл жердің саудагерлері мәдениетті ме деп қалды. Базардың іші жинақы, дүңгіршектер, сөрелер, столдар ретімен қойылған. Кез келген жерге төсенішін жайып жіберіп, сауда жасап жүрген шын қаланың базарында емес. Әйелдердің сөмкесі сататын дүңгіршек 2-ші қабатқа орналасыпты. Мұнда жас келіншек сауда жасап жатыр екен. Танабай сәлемдесіп, осында сөмке сатумен айналысып жүрген, оңтүстік өңірінен келген әйелді танисыз ба деп сөзге тартты. Сауда жасамағанына көп болған жоқ, танымаймын. Келесі дүңгіршекте көптен сауда жасап жүрген апай бар. Бір білсе сол кісі білер деп жауап берді. Әлгі сатушының сілтеумен келесі дүңгіршекке барды. Ыдыс-аяқ сатып жатқан орта жасар әйелге жолығып, келген шаруасын айтты. Сатушы әйел бұған тесіле қарап, ол кіміңіз болады? Бала-шағамның анасы жұбайым еді. Қап, ол бейбақтың жап-жас тәп-тәуір күйеуі бар екен ғой. Осындағы бір қалталы қалың кісімен әмпей-жампи болып жүрген.
Содан бері көрінбей кетті. Сауданы да тоқтатып қойған. Қанша балаларың бар еді? Үшеу. О балай! Танабай бәсе, үйге келмегеніне қарағанда бір бәлеге ұшырап қалмаса игі еді деп қауіптенуші едім. Расында, солай болғаны ма? Жүрегім сезген екен ғой деп секемденіп қалды. Түрі өзгеріп кетті. Қобалжығанын білдірмейін деп үстелдің жақтауын ұстап қалды. Сәлден кейін есін жинап, сөзі бытырап, ол кісінің мекенжайын білесіз бе? Білмеймін. Осында әйелінің араласып жүрген құрбыларынан толық хабарын сұрастырып көрейін. Ертең келіңіз. Танабай сыртқа шыққаннан кейін қайда барарын білмей қалды. Елге қайтып кетпекші де болды. Ашу ызасы тарқаған соң, ақыры жер түбінен келгеннен кейін бір хабарын біліп кетейін деп шешті. Сол күні вокзалда түнеп, ертеңіне сәске түске әлгі ыдыс-аяқ сатушы әйелге қайта келді. Сондайынан оны танып, келдің бе шырағым, деп тілдек қағазды қолына ұстатты. Онда жұбайының жаңа мекенжайы жазылыпты. Өң түсті бұзылып кеткен мұны байқаған сатушы әйел күйініп, заман азды ма, әлде адам азды ма білмеймін. Бала шағасын, үй жайын тастап, бір бай кісіге тиіп алыпты деп естіп едім, бәтшағардың. Сол рас болып шығыпты. Тіпәй, өзімен кетсін, бет аулақ деп, әйелі туралы естігендерін жайып салды. Танабай кетіп бара жатқанда, әйеліңе жолығу оңай болмас. Кеуі қаланың ең бір алпауыт байы дейді жұрттар. Оған базарком жіберді деп айт деп ақылын айтты да, алымсақтармен айналысып кетті. Рас өтірігін білейін, не де болса әйелімен көзбе-көз жолығайын деді Танабай. Танабай көшеге шығып, такси ұстап, Жайық өзенінің күнге жағындағы бай бизнесменнің үйін қиналмай тапты. Қожайыны шетелдік кинолардан көріп жүргендей, айрықша 3 қабатты еңселі зәулім үйде тұрады екен. Айнала төңірек адам бой жетпейтін биік тас қорғанмен қоршалыпты. Бір көргенге үй Танабайға сұрғылт, сұсты көрінді. Қызыл түсті биік дарбазан 2-3 рет ұрғылап еді, ешкім шыға қоймады. Әрі-бері қарап еді, электр түймені көрді. Соны басып еді іштен тақырбас, еңгезердей, қара сақалды, тау халқына ұқсас мосқал кісі есікті ашты. Күзетші болу керек. Саған кім керек еді деп гүрілдеп орысша тіл қатты. Жайсангүлді шақырып жіберіңізші деді. Сен оған кім боласың? Не үшін шақырамын? Базардың қожайыны жіберіп еді мені. Алысы берісі бар екен, соны айтайын деп келдім деді. Күзетші есікті жауып зәулім үйге кіріп кетті де, әлденеден кейін қайта келіп, күте тұр, ханым қазір шығады деді деп бұрылып кетті. Бірер минуттан кейін әйелі ширатылып шықты әйтеуір. Қолындағы алтын жүзігі, мойындағы алтын алқасы, құлағындағы алтын сырға күннің сәулесімен шағылысып жалт-жұлт етеді. Сыланып, боянғаннан ба, әлде күтініп жүргеннен бе, бұрынғыдан да ажарланып құлпырып кетіпті. Есік қайта ашылғанда, ауладан 3 шетелдік машинаға көзі түсті. Әйелінің бай, дәулетті жерге тұрмысқа шыққаны көзі жеткендей болды. Құлын мүшесі әлі бұзылмаған, жұбайы ырғатып келе жатты. Қанша дегенмен қыздай сүйіп үйленге жар емес пе? Барлық ашу ызасы мен өкпесін жинастырып құшақтасып келіп, ұмтыла беріп еді, оны әйелі көргенде бір орында қалшиып тұрып қалды. Түрі бозарып кетті. Бөтен адамша салқын амандасты. Бала шағасын үй жағдайын сұрауға да шамасы келмеді. Айыбын сезінді ме, бетіне қарауға батылы жетпей теріс айнала берді. Жайсангүл-ау, бұл қайғылығың? Басқа күйеуге шыққаның рас па? Балаларыңды ойламадың ба? Сәбилеріңді кімге тастамақсың деп сұрақты төбелетті. Әйелі біраз тосылып тұрды да, сөзін өзіп тастап, қашанғы ебіл-дебілім шығып сендерді асыраймын? Жұрттың еркегіне ұқсап мал табуды да білмейсің сен. Әбден қажыдым, деп Жайсангүл есікті жаппақшы болды. Әй тоқта, сонша жерден аршып-шаршып келгенімде сенің хабарыңды, амандығыңды білейін дедім. Бала шаған қатты сағынып жүр. Әсіресе анау кенжеміз, мамам қашан келеді деп қыңғылауын қояр емес. Адаспай жөніңе қайт, балаларың сені сарғая күтіп отыр деді. Енді менің мазамды алма, бұлары болды, бояу сіңді. Менен күдеріңді үз деп үйге қарай жүре берді. Күзетші келіп, жетер енді, ханым сөйлеспейді, кетіңіз деп есікті жауып іштен кілттеп алды. Танабайдың ішек бауыры езіліп удай ашып кетті. Басы ауған жаққа жүре берді. Бір қарасы қыстықып жылап келеді екен. Біраздан кейін барып ақылға келді. Ертең қайта барайын, есін жиып ақылға келер.
перзенттерін аяр деп вокзалда тағы бір күн түнеп, ертесіне тағы келді. Күзетшіге жағдайын түсіндіріп жүріп, Жайсаңкүлді әрең шақыртып алды. Райынан қайтарармын деп дәмеленді. Бала шағаң зарға күтіп отыр, бәрін таста, дүниесі құрысын, бұл жерден кетейік, сөйтіп тіршілігімізді жасайық. Енді сен үйде отыр, жер түбіне түссем де, сені асыраймын, бала шағаға ие бол, райынан қайт деп жалбарынды. Күдеріңді үздедім ғой мен саған, кет бұл жерден, енді сені бұл жерден көрмейтін болайын, күйеуім келсе оңдырмайды, аман сауында еліңе қайт деп әйелі бет бақтырмады. Осылай керілдесіп тұрғанда қара түсті Тойота машинасы далбылдатып дарбазаның алдына келіп тоқтай қалды. Әлгі күзетшіні дарбазаны аша беріп еді, осы кезде әйелі үйге сып етіп кіріп кетті. Машина ішке кіргеннен кейін одан ырсылдап, орта бойлы, қарны жуан, жасы 60-қа алымдаған бурыл мұртты кісі шықты. Есік алдына состиып тұрған мұны көріп, мынау жүргенің кім тағы да, қандай адам, неғып жүр өзі, кімде жұмысы бар деп барылдап күзетшісінен сұрады. Әйелі үйден бұратылып шығып, күйеуін күлімсірей қарсы алып, ас үстіне түсіп бәйек болып жатыр. Әйелінің қалай тез өзгеріп кеткенін көрген Танабайдың зығырданы қайнады. Әй күзетші, әркімді сығалата берме, қазір не көп, қаңғыбас көп, қуып жібер, енді аяғын былжыге баспайтын болсын, деп күзетшіге қаттан тапсырды да, балпаң-балпаң басып үйге қарай аяңдап кетті. Жайсаңкүл соңынан жорта жөнелді. Танабайдың қаны басына тепті, шыдамай. Ей, месқарын, мен сен айтқандай қаңғыбас емеспін, анау қасыңдағы сайқал менің қатыным болады. Соның өлі тірісін білгелі келдім. Шеттей, еріне немшек сүті кетпеген балаларын зар жылатып, сендер сірә оңбассыңдар деді. Бай артына бұрылып күзетшіге, полицияны шақырт, мынаны қамасын деді. Көзді ашып жұмғанша 3 полицей жетіп келіп, мұны итермелеп машинаға мінгізіп алып кетті. Сөйтіп қамауда 2 аптадай жатып, әрең босап шықты Танабай. Танабай қамаудан шыққан соң не істерін білмей, қайтсем екен, ауылға қайтсам ба, әлде балалардың анасына қайтып барсам ба деп әрі-сәрі күйде болды. Біраз уақыттан кейін үйде жәутеңде күтіп отырған ұл қыздар есіне түсіп, ауыр ойда арылды. Балаларымның көзін жәутеңдетпекпін бе, анасына керек болмаса, балалар маған керек деп елге қайтуды жөн көрді. Базаршы әйелдің айтқанның бәрі расқа шықты. Әлгі байдың әйелінің пұшпанаға қанамай, еш перзент көрмепті. Дәулетті шалқыған бай жасы ұлғайған сайын ұрпақсыз қалам ба деп уайымдайды екен. Тамыр таныстарына сөз салып, әйел іздестіріпті. Бірге сауда жасап жүрген жергілікті әйелдің айтуымен Жайсаңкүлмен танысады. Үй күйі жоқ, ажарлы, реңді әйелді ұнатып, қыр соңынан қалмайды. Жайнагүлдің: маған күйеуге шық, ақыры дүние қуып жүр екенсің, ұл туып берсең, үй жай, жиған тергенің, байлықтың бәрі сенікі болады деген екен. Бірінші әйелімді еншісін беріп, бөлек шығарамын, бәрін өзің билейсің деп азғырады. Әйелі әккі адамның айтқанына көніп қалады. Қой, бұл жерде жүре берсем, қалталы баймен шатасып қалармын. Қолы ұзын адам ғой, тағы да қаматып қояр деп амалсыздан ауылға қайтты Танабай. Балалары алдынан жүгіріп шығып, мамам қайда, неге келмеді, мамам кәні дегенде, мамаларың жұмыстар біткен соң келеді деп жылаған, сағынған балаларын құшақтап, аймалап әрең жұбатты. Балалармен бірге өзі де қоса жылады. Бірақ өмір ғой, көндікті. Ширығып балалардың жақсылап, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірді. Анасы жоқтығын білдірмеді. Оларға бар мейірім мен ықыласын төкті. Сабақтарынан қалдырмады. Аш жалаңаш етпеді. Күндердің күндерінде балары есейіп, қолқанатқа жарап қалды. Осылайша 5-6 жыл зымырап өте шықты. Атырау қаласына барып келіп, сауда жасап жүргендіктерінің айтуынша, Жайсаңгүл жайында біраз хабар естіп еді. Бай күйеуі қан қысымнан қайтыс болып кетіпті де, үлкен әйелі Жайсаңгүлді үйден қуып шығыпты. Шала жансар бала туып, онсыз да шетінеп кетіпті. Сонымен Жайсаңгүл көшеден қаңғып қалған көрінеді. Күйінгеннен ішкілікке салынып кетіпті. Бірде ауыл адамдарды Жайсаңгүлді шым қалада жүргенін, бет-аузы домбыған, ісіп кеткен, кір қожалақ қаңғыбастармен жүргенін айтып келіпті. Назарларыңызға рахмет. Өз ой-пікірлеріңізді міндетті түрде қалдырып кетіңіздер.